Мәртебеңізге басымыз дейдік, Бахадыр. Söyle. Мәртебелі әміршім. Ежелден мәдениетті байланыстыратын ұлы жібек жолының бүкіл халыққа маңызы өте зор. Ғасырлар бойы сауда-саттық пен алыс-беріс тоқтаған емес. Ал сіздің еліңіз біз үшін алтын қақпа. Tokaterini айтшы. Әміршім, кейінгі кездері жоңғарлар керуендерімізді тонап, адамдарымызды өлтіріп тыныштық бермей жатыр. Sonunda мен жоңғарды шабуым керек пе? Оа мәртебелі әміршім, жолдың ашық болғаны сіздің еліңізге де маңызды шығар. Менің халқыма не керек, не керек емес, мен оны өзім шешемін. Құп болады әміршім. Әміршім, Сақинаңыз күтушіңіз мен бер жерді. Әміршім, есімнің ұлы Жәңгір Сұлтан талай тайшының жасағын талқандап, өзін өлтірді дейді. Демек, жоңғар мемлекеті қазаққа қарсы қол жинайды десейші. Әміршім, Сардарлар, Алатауды жағалап жатқан Атақоныс ақ орданы талауға салып, қарап отырғаннан не туады? Бұл жолғы жоңғардың екпіні қатты. Көздегендері жетсу. Қазақ даласының төрт бұрышына жаушы жіберіңдер. Ат жалын тартып мінер, еркек кіндіктің бәрі атқа қонсын. Қазақ қол жинағанша күзде болар. Не болса да, негізгі жасақ жеткенше. Қаруымызды қайрап, ат тұрманымызды сайлап тосқауылға дайын тұрайық. Бәлкім ел ішіне қарай шегінгеніміз дұрыс шығар. Жоқ. Не болса да, алдынан шығып күтіп аламыз. Он лек түгілі бір түлен жасақ жине алсақ, абырой болар еді. Қоңтайшы осал жерімізді тапқан сияқты. О, батырлар. Құдыс батыр мен арқадағы Байдас биге хабар айтыңдар. Және Бұхар ханының бас қолбасшысы, Самарқанның әмірі Жалаңтөс Бахадырдың қол астында 10 мың сарбазы бар. Соған жаушы жіберсе қайтеді? Иманқұлдың адамы өлсе де көмектеспейді ау. Жәңгір балам, әкең Есімхан мен Жалаңтөстің арасындағы достыққа куә болған адам. Елшілікке мені жібер. Жырау, алыс жаққа барып қайтуға әлі қуатың жете ме? Баруға да қайтуға да күшім жетеді. Қасыңызға қарындасым күнайымды, сенімді нөкерім Бердалыны қосып берейін. О заманда бұл заман қызды жаушылыққа жібергенде ата салтында жоғады. Ертең естіген ел күліп жүрмесін. Басқалай көндірудің жолы жоқ. Салттан аттауға тура келіп тұр. Бұл масқараға қазақ рулары теріс айналмасына кім кепіл? Абыройыңды сұйылтып алма. Жетеді. Мен сұлтанды құптаймын.
ханның 40 кісілік ақылы бар дейді. Сұлтанның шешіміне тоқтайық, батырлар. Әміршім, мүмкін арбаға мінерсіз? Сен де арбаға мінетін мені мешелдеп тұрсың ба? Әкел атты. Әміршім, бұл қате шешім. Райыңыздан қайтыңыз. Былай тұр жолдан. Аш қақпаны. Япыр-ай, мынау жиде қашынан туған жердің иісі аңқиды ғой. Өзге елде сұлтан болғаныңды қайтейін. Кіндік қаның тамған жерге бір пайдаң тимеген соң. Адам жас кезінде көп нәрсенің байыбына бара бермейді. Жасы келген соң жасаған қателіктеріне өкінеді. Өңешінде өксік тығылып, өкініш өзегін өртейді. Қандай өкініш ол, ұстаз? Көп шындықты өзіңмен бірге көрге алып кетуге тура келеді. Талай досым, мен үшін өлімге басымды тіктім. Жанымды қидым. Ендігі кезек менікі. Сауын айтып, қол жинап, қырғыз қазақты қыруға аттанамын. Кегімді қайтар алмасам маған серт. Байладым басымды осыған. Жасаған ал. Мына қатынды қайтарып бер дедім. Көнбедім.
Жоңғарда өз тұқымын жатқа қалдырмаған ел. Сенген қазақтарың бас-басына би болып кетті. Қазақ бауырын жауға бермеген. 5 жыл іздемеген қатын үшін жоңғар бізге шаба қоймас. Ай қайда. Осы қатынның кесірінен күллі қырғыз қырылып кетпесін. Жә, доғар енді. Бар шаруаңды істе. Айтпады деме. Бердалы, қайтар жолыңда Қаратаудың күнгей бетін жайлаған доңбай емшін алып кел. Оның білмейтіні жердің астында. Қырсық шал көне қоям екен. Көнбей қайда барады дейсің. Құдай ұнымта қоймаған шығар. Ал жырау, жол болсын. Бұрын соңды сапарға шықпа бе? Тоу жеңеше, мен кішкентай қыз емеспін ғой. Қызылға түсер қырғидан аман бол дегенім ғой. Қырғиға ілгізіп қойып, аузан қиып қарап тұрмайтын шығар. Әй жігіт, ерке қызды өзіңе тапсырдым. Қам жемеңіз. Аллам жар болсын. Не тұрсыз, жүр. Әй, жоңғардың жібермегі. Бар ана шешең туғалы жатыр. Ей, бар, ар ойна, тұр. Ал, айнал, айнал. Гректен мәрмәр таштар жеткізілді ме? Жеткізілді, әміршім. Ромнан сәулетшілер келді ме? Келді, әміршім. Кімсіңдер? Жәңгір Сұлтанның тапсырмасымен келген елшіміз. Шол шаруа. Не мәселемен келдіңіздер? Мен Есім ханның қызымын. Жалантас Бахадурмен кездесуіміз керек. Әміршім сіздерді қабылдай алмайды. Кері қайтқандарыңыз дұрыс. Жырау, насарттар құтырайын деген екен. Бар болған 10 сарбас. Рұқсат етіңіз, басып келейік. Сабыр ет.
әміршім, қазақтан тағы да елші келді. Әміршім сіздерді күтіп отыр. Таңдай жарылған, маңдай жарқыраған, сөз көсеміз жиенбет, бүгінде өзің едің. Қашаннан төре тұқымының қол боласы болып, жаушылыққа жүретін болғансың. Елші болып келгенім бір төренің күйі емес. Бар қазақтың мұңы. Келген мақсатың не? Жоңғар мемлекетінің қонтайшысы қалың қолмен келе жатар деген хабарды естідік. Айбыны мықты жауды өткізіп алсақ, сорлап қаламыз ба деп қорықтық. Кешегі азулы Тұрсында, ер тұлғалы есімде. Айлалы Иманқұлда бүгінде жоқ. Қол бастап, бас болатын өзің ғана. Жоңғарға қарсы қол жинай келдік. Қызды жаушылыққа жіберу ата-бабамыздың салтында жоқ дәстүр еді. Есімім Күнайым. Жасым 16-да. Бұл жас отау тігетін жас. Еліңді жау шапқанда, бала бағып ошақтың қасында қалатындардың қатарынан емеспін. Айып етпеңіз. Батылдығың ұнады. Есімім Бердалы, жасым 22-де. 16, 22. Қыздың айтқанын тыңдадың.
Ұлдың айтқанын естідің. Менде басқа сөз жоқ. Жәңгір балаң аз ғана қолмен Жетісуды ешкімге бермеймін деп жан таласып жатыр. Жетісу мен Самарқанның арасы алыс емес. Жоңғар келіп, күліңді көкке ұшырып жүрмесін. Әзірге демалыңдар. Қайратың мен айлаңда сынғысылар жерің осы шайқас болмақ. Жеңсең абыройың, жеңілсең өлімің. Жағдай ушық тұр, сұлтан. Батыр Қонтайшы құрылтай құрып қол жинап жатыр. Уәдеңде тұратын болсаң, күнделен шабуылдан тысқары қалмақ. Жансоғыл, отты қаруды меңгергеннің бірі өзіңсің. Меңгергеннен не пайда? Атарға мылтығың болмаса. Егер қару болғанда, мергенден жасақ құрар ем. Жембет, ноғайлардан қару алуды келісіп отыр. Уақытты созбай. Қасыңа қомпайды алда, жыраудың ауылына аттаныңдар. Құп болады, сұлтан. Дереу аттанın. Иә. Он алты, 22. 22 жасында Есімханмен жолығып, төс қағыстырып дос болып едік. Сол жылы 16-дағы Әбдірахманның қызын алып, отау құрып едім. Жәңгір баламның мензегені осы екен ғой. Ал мына лағыл тасты хан жүзігін кезінде ажалдан құтқарып болғаным үшін есім ажырамас достығымның белгісі болсын деп қолыма тағып еді. Өкінішке орай уақыттың желі басқалай соқты. Хан жүзігі ханның қолында болу керек.
Неге үндемейсің? Әлде ауырып қалғаннан саумысың? Иә? Жаным ауырады. Көкірегім ауырады. Жүрегім ауырады. Қара бұлттан кейін күнде шығар. Әлде бұл аурудан сауығып кететін кезің келетін шығар. Қашан? Оны жүйрік аттың шабысы, ер жігіттің намысы біледі. Егер мен сені алып қашатын болсам, бүкіл қазақ жұрты бізден теріс айналады. Жәңгір сұлтанның қарғысына қаламыз. Әттең, неге осы төре тұқымы болып туылмады ме? Егер екеуміз бірге болғанда, мен саған мынадан да мықты бақ салып берерім. Қияли. Сен не маған сенбейсің мені? Салып берем. Жырау. Жалаң төстен хабарын алмай, неге қайтып кеттік? Жалаң төс қолымен келеді. Ол жауабын берді. Мына қырдастаңыздар, елге де жетіп қаласыздар. Мен Қаратауды бетке алам. Сұлтанның тапсырмасы. Мен де барам. Саған не жоқ? Сен одан да елге қайт. Қалмайтынымды білесің ғой? Ей, жастығай. Болыңдар, тез жиналыңдар. Жоңғар әскері Көбірте тауынан асты. Қалың қазақты паналаңдар. Ей, жоңғар салдақысы, дегеніңе жеттің. Қырғыздар сені үшін қырылатын болды. Жабалсың. Жамандықты шақырмай. Шөпшеңдеуін бар былай. Менің де кінәм болды. Сен де дараластырмауың керек еді. Жасақтайын. Атқа қоныңдар ендеше. Алдарынан шығайық. Ассалаумағалейкум, ұста. Есім ханның ұлы Жәңгір сұлтанның атынан келіп тұр. Келсең қайтайын. Ұста, Батор Қонтайшы әскер жинап, бізге қарай бет алды.
Ей, Бурайке! Балаңды бұтының астына қысып отыра бермей, жар жекпе-жекке! Көрейін өселесін! Не оттап тұрсың? Тайман, тоқта! Жолыңды маған бер. Оларға керегі мен. Кел! Ей, Тайман! Шық жекпе-жекке! Ажалың менен шоқыр! Жаратқан, өзім жар болуын! Батор, сен дегеніңе жеттің. Ей, кәрі қақпас, ұмытты деп ойладың ба? Ат мінгізіп, тоң кигіздім. Қазаққа сатып, қатынымды алдым. Сен жау. Ал қазақ бауыр. Ендеше бауырыңа жақын бол. Шабыңдар бәрін, табыңдар қатында. Ай, ойбай! Ойбай! Балам! Балам! Ойбай! Қайтпеде я! Ай, қонтайшы! Құдай тас төбеңнен ұрсын сені, қарғыс атқар! Өлтір! Жарғымызды! Апа! 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 Жаудың тұқымы өзенге лақтырып жіберіңдер. Ханием! Тиіспе балама, тиіспе! Жалбарынып сұрайып жанын қия көр, Хание! Сенен көңілім баяғыда қалған. Мұрагерім үшін келдім. Шоқыр, мына қаншықты күшігімен құлдалаға барып тастаңдар. Батырлар, жетісуды бетке алып, атқа қоныңдар. Кездесетін, ту тігетін жер арал төбе болсын.
Дайындықты осы жерден бастаймыз. Ұсталарды ана жартастың астына орналастырыңдар. Қосты, мұны ағаштардың арасына төгіңдер.